кітап нөмір 167 Наполеон Хиллдің «Байлыққа бастар жол ойлаудан басталады» деген кітабы. Негізі бұл «Ойлан да байы» деген кітаптың синопсисі болып табылады, яғни әдеби шығарманың қысқартылған жаңағы қысқаша мазмұны. Енді бұл кітап 140 беттен тұрады. Негізі бұл кітаптың жалпы негізгі мақсаты, маңызы адамды ойландыру және сол ойландыру арқылы мақсатқа, байлыққа жеткізу. Енді басынан бастап айтайық, Наполеон Оливер Хилл, бұл кітаптың авторы, 1883 жылы 26 қазанда Америка құрама штаттарының Виргиния штатындағы Паунд деген өзеннің жағасында дүниеге келген. Енді бастабында журналист, ферманың шағын фермерлік журналист болып жүреді. Сөйтіп жүреді де Америка құрама штаттарындағы ірі кәсіпкерлерден сұхбат алып, солардың жаңағы жалпы тәжірибесін зерттей бастайды. Сөйтіп сондай бір сұхбат алу барысында, яғни нақтырақ айтсақ 1908 жылы магнат Эндрю Карнегиден сұхбат алады, және сол Эндрю Карнеги бұл кісіге осындай жаңағы жетістікке жеткен нәтижелері жаңағы анық болған тұлғалардан осындай сұхбат алып кітап жазуға кеңес береді. Сол кеңестен бастап 30 жыл бойы бұл кісі зерттейді, көптеген жаңағы мықты миллиардер магнаттардың сұхбаттарын алып, олардың жеңіске жеткен жаңағы әдіс тәсілдерін алып зерттеп, ақыры осындай «Ойлан да байы» деген кітапты шығарады. Енді бұл кітаптың өзі негізі 1937 жылы жарық көрген. Ол кезде Наполеон Хиллдің жасы 54-те болған. Енді бұл кісі негізі 87 жасында дүниеден қайтқан, яғни 1970 жылы 8 қарашада оңтүстік Каролина штатындағы бұл кісі жаңағы дүниелік болған. Оған дейін осындай еңбекпен айналысқан, жазушылықпен, журналистікпен, адвокаттықпен айналысқан сондай бір әлемге әйгілі тұлға. Енді кітапқа келетін болсақ, бұл кітапта да сол өзінің жаңағы Карнегидің осындай кеңесінен бастап зерттей бастадым дейді. Сонымен сол кітапқа ең негізгі 13 қағидадан тұратын жалпы ойлаудың біздің өмірдегі рөлі, сол секілді жалпы баюдың әдіс тәсілдер жолдарын қысқаша жаңағы айтып өткен екен. Тағы бір айта кететіні, бұл кісі Америка құрама штаттарының екі бірдей президентінің кеңесшісі болған. Вудро Вильсон мен Франклин Рузвельттің кеңесшісі болған, бірақ бұл кісінің әлемге атағы осы «Ойлан да байы» деген кітабымен шыққан екен. Енді кейбір жерлерінен шолып өтейік. Мәселен, бұл кісі айтады, жауынгерлердің дейді, баяғыда бір қаһарман қолбасшы майдан даласына жеңіске жету үшін шешім қабылдау тиіс болады. Бұлардың қарсыластары саны жағынан өздерінің басым еді дейді. Қолбасшы жауы тұратын өлкеге кемемен жүзіп келеді, сарбаздарын қайыққа отырғызып, қару-жарағын тиеген соң өздері келген кемені өртеуге бұйрық береді дейді. Сондағы кеменің отқа оранғанын көрдіңдер ғой, жеңіске жетпесек бұл жерден тірі кете алмаймыз, басқа таңдау жоқ, не жеңеміз, не өлеміз. Нәтижесінде оның әскері жеңіске жетеді, кез келген іске кіріскен адам осылай артта қалған кемесін өртеп жіберу тиіс, кері қайтатын жолын жауып тастауы керек. Сол кезде ғана табысқа жетуге ауадай қажет, қалайда жеңуге тиіспін деген сұмдық қалау пайда болып, ол әркез алға жетелеп отырады дейді. Осындай мысал келтіреді. Шынында да кемесін өртеп, артқа жол жоқ болған кезде ғана адам табандылықпенен кіріседі. Сол секілді үлкен мақсаттарыңызды нақтылап алған соң қысқа әрі түсінікті етіп жазып қойыңыз, дәлдікті қатаң сақтаңыз дейді. Осындай кеңестері. Жалпы сенім қалауыңызға жететініңізді елестету және сену. Сенім өзін өзі иландыру принцип арқылы белгілі бір ойды үздіксіз қайталап түп санаға сіңіруде. Енді бұл кісінің негізгі мақсаты жалпы ойлау арқылы, адамға мақсат қою арқылы баю ғой. Енді маған жалпы өмірдегі басты мақсат менікі баю болмағандықтан, бірақ мен өзіме керекті жаңағы
жетуге тиісті мақсаттарымды қою арқылы, ойлау арқылы, жаңағы жоспар қою арқылы бұл кісінің әдістерін жаңағыдай қолдануға болатындығын өз басымнан сездім. Енді міндетті түрде ол баю үшін емес, жалпы кез келген бір нәтижеге жету үшін, бір шыңға шығу үшін, бір мақсатқа жету үшін осындай ойлау арқылы үлкен жаңағы алдыға мақсат қойып, соған жоспар қойып, жоспармен жетуге тырысуға болады екен. Сол секілді бұл кісі мынандай да бір ақыл айтады: өзіңіз үшін өте маңызды іс бастап жатырсыз, табысқа жететініңізге сенімді болу үшін жоспарыңыз мінсіз болсын дейді. Мінсіз жоспар құрасыз. Екінші қадам: басқалардың тәжірибесі, білімі, табиғи дарын, қабілеті, қиялы сіздің жоспарыңызға пайдалы болу керек дейді. Яғни жоспарыңыз мықты болу керек, және соған сол жолда жүрген басқадай да тәжірибелі, білімді адамдардың тәжірибесін қолданғаныңыз абзал болады дейді. Сіз жасаған бірінші жоспар нәтиже бермей жатса, басқасын жасаңыз. Ол жоспарда өнімді болмаса, оны да ауыстырыңыз. Осылайша түбінде жемісті болатын жоспарға жеткенше тоқтамаңыз дейді. Табандылық керек. Жалпы жоспар қоясыз, мақсат қоясыз, оған жетудің жолын іздейсіз, және жете алмасаңыз да табандылықпен соңына дейін жетуге әрекет жасайсыз. Және де бұл кісі мынандай бір кеңес береді. Енді бұл негізі, бұл кісі енді мұсылман болмаса да мынандай бір ой келтіріп отыр. Түп сана дейді. Түп санаға жалғанған шығармашылық күш-жігердің мүмкіндігі шексіз және өлшеусіз дейді. Оның алдында амалсыз бас иіп құрмет көрсетеміз. Түп сана туралы айта бастағанда өзімнің дәрменсіз, міскін екенімді анық сеземін. Өйткені біз ол жайлы өте аз білеміз. Түп сана адамзат ақылы мен шексіз ақыл арасын жалғайтын дәнекер деген түсініктің өзі адамның ақыл ойын матап тастайды дейді. Енді бұл жерде көрдіңіз бе? Бұл кісілер жалпы мұсылман болмаса да, біз енді мұсылмандар білеміз, яғни осы тілекті іштегі жаңағы арман тілек дұғаларымызды қабылдаушы, жаратушы Алла тағала екенін, және бұл кісі де соны өзінің тәжірибесі ретінде түп санаменен шексіз бір күш бар дейді. Енді сол былайша айтқан кезде Құдайды айтып тұр ғой, жаратушыны. Сол шексіз осы түп санамен байланыс арқылы кез келген нәрсе орындалады дейді. Сонда біздің жаңағы дінімізге де сондай бір сілтеме жасап тұр. Яғни сондай бір қатты қалап, сол жолда табандылық танысаң және тілесең, жаңағы жаратушыменен өзара байланыс орнап, ол міндетті түрде орындалады дегенге сайып тұр. Және бір соңғы жерін оқиын. Бұл бүй дейді: жалпы табиғат өзі бекіткен заңдарынан ешқашан ауытқымайтынын жете түсінген. Автор білетін бір ақиқат бар, ол ұлы күш дейміз бе дейтін, және мен айтып тұрғаным, әр нәрсенің бастауы дейміз бе, ақыл дейміз бе, әйтеуір материяның әр атомына әсер ететін адамзат бойындағы энергияның әр бөлшегін қамтитын бір күш бар дейді. Осы шексіз ақыл бүршіктен жайқалған тал өсіреді, тартылыс күшіне сай өзен суын таудан төмен ағызады, күн мен түнді жылдың 4 мезгілін алмастырып отырады, ешқайсысы жүрісінен жаңылмайды, бағытынан адаспайды. Осы шексіз ақыл біз айтқан принциптерге сай қалауыңызды материалдық затқа айналдыра алады. Автор оған күмәнданбайды дейді. Өзі тәжірибе жасап көрген, көзі жеткен қағида дейді. Міне осындай жаратушының бар екендігін осындай көпті көрген, зерттеген азаматтарда көздері жетіп, соны осындай кітабында көрсеткен екен. Енді жақсы, міндетті түрде баю үшін емес, мысалы мен жазушы болу арманым бар, сол арманға жету үшін осындай мақсат қоюыма болады. Тағы сол секілді бірнеше жаңағы мамандық бойынша да бір мақсаттар бар, соларды осы кісінің әдіс тәсілдеріменен жасап, жаңағы мақсатқа жету жолын мінсіз жоспарлап, табандылық танытып жетуге әбден болады екен. Жақсы, енді келесі кітапқа өтейік. Келесі оқитын кітабымыз Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа».